Сәлеметсіз бе? Менің есімім Меруерт. Мен сіздің кеңесшіңізбін. Алдымен тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесімен жақынырақ танысайық. Бұл баспана бағасының жартысын тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде жинақтау, ал екінші жартысын ең тиімді шарттармен займ түрінде алу. Біздің банкте займдар тек тұрғын үй жағдайларын жақсарту мақсаттарына беріледі. Оларға пәтер, жеке үй және жер телімін сатып алу, жер үйдің құрылысы және өзіңізде бар немесе сатып алғалы жатқан үйдің жөндеу жұмыстары жатады. Займ бойынша мөлшерлеме бар болғаны 3,5%-дан 5%-ға дейін. Мұндай төменгі мөлшерлемемен займ алу үшін сізге келесі шарттарды орындау қажет. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде депозит ашыңыз. Оны кемінде 3 жыл бойы тұрақты толтырып отырыңыз. Болашақта сатып алғыңыз келетін баспана бағасының жартысын депозитте жинаңыз. Бағалау көрсеткішінің минималды деңгейі 16 балға жеткізіңіз. Бағалау көрсеткіші дегеніміз не және 16 балды қалай жинауға болады? Бағалау көрсеткіші сіздің қаржылық тәртібіңізді өлшейтін көрсеткіш. 3 жыл көлемінде келісімшарттағы банк бекіткен сомадан депозитке салып отырып жинасаңыз, 36 айдан кейін бағалау көрсеткішіңіз 16 балға жетеді. Бірнеше ай бойы шотты толтырмасаңыз, немесе белгіленген сомадан аз салып жинасаңыз, бағалау көрсеткішіңіз баяу өседі. Ал депозитке келісімшартта белгіленген мерзімнен бұрын және көбірек сомадан салсаңыз, бағалау көрсеткішіңіз тезірек өседі. Бағалау көрсеткіші неғұрлым жоғары болса, несие бойынша мөлшерлеме де соғұрлым төмен болады. Ең төменгі бағалау көрсеткіші 16-ға тең. Ол жылдығы 5%-дық мөлшерлемемен займ алуға мүмкіндік береді. Ал ең жоғарғы балл 48-ге тең. Бұл жағдайда тұрғын үй займын бар жоғы жылдық 3,5%-бен алуға болады.